Торғай жері қасиетті, елі өсиетті, тамыры терең, тарихы тағылым, өрлік пен ерлік иісі аңқыған ұлттың ұясы. Торғай қазақ халқының тарихи қойнауы, мәдениеті мен әдебиетінің қаймағы бұзылмаған киелі мекені. Ғафуша айтсақ, ішіне оқиғаны тиеп сықап, тарихтың қойып кеткен арбасындай Торғай даласы талай зерттеудің арқауы болары анық, болып та жүр. Десе де, бұл экспедиция бұрынғыдан өзгерек. Өйткені, еліміздің түкпір-түкпірінен ерікті саяхатшылар бас қосып, текті өлкеге тұңғыш рет ұйымдастырылған сапарда тоғысты. Келелі іске бастамашы болған ел ағалары Батыр Сейкенов пен Жомарт Түбекбаевтың негізгі мақсаты тарихи атырапта туризмді дамыту. Кәсіпкерлер иық тіресіп, тізе қосып, туған жерге ту тігіп, ел экономикасы мен мәдениетіне осылайша өз үлестерін қоспақшы. Тарихы тереңнен тартатын ұлан ғайыр өлкені қос перзенті төрткүл дүниеге таныта түсуді армандай. Осыдан болар, алғашқы экспедицияның жүгі ауыр болғанымен мақсат айқын. Ұйымдастырамыз деген күннен экспедиция шыққанға дейін шамамен 1800 адаммен хат хабарласып отырдық. 83 адам жазғы демалысы бітіп кетіп келе алмай қалды. 30-дай адам қатысып отыр. Бұл 30 адам ішінде Шығыс Қазақстаннан келген азаматтар болды. Астана, Алматыдан, мінекей Қарағанды облысынан, Ұлытау, Жезқазған, Маңғыстаудан келген қонақтар бар. 6 күн ашық аспан астында түнейтін айтулы сапарға кәнігі жиһанкездер ғана білек түріп, бел буып, тәуекел түбі жел қайық деп аттанған еді. Қазақстан кең байтақ, еліміз кең, Атыраудан Алтайға дейін, Торғайдан оңтүстікке дейін ұлан байтақ жеріміз бар. Тарихи мұраға, тарихи ескерткіштерге толы бұл жер. Сондықтан осы ішкі туризмді дамытсақ, соған жаңағы біз міне турист ретінде келіп тамашалап жатырмыз, экспедицияға қатысып. Хош делік. Ел астанасынан бастап алған жорық Атбасар, Қима арқылы өткен болатын. Осы Қима мен Державинск елді мекенінің арасында Ақтар қозғалысын ұйымдастырушы адмирал Александр Колчак салдырған көпірдің қалдығы әлі күнге сақталған. Кірпіштерінің мықтылығы сондай, соққан жел мен құйған жауынға да мүжілмеген әлі күнге. Мына тастар бөлінеді. Мына тастың несі болады екен, ұрғаш болады екен, еркек болады екен. Ұрғашысы осылай деге қалауға жайылды екен. Осындай міне қандай шебер кісілер болған андай қызында. Көрдіңдер оны астын тұсап салған, бәрін еткен. Торғайға тур ішкі туризмді дамыту жолындағы шағын қадамдардың бірі ғана. Қойнауы қытқа, топырағы тылсымға толы тарихи мекен әлі қаншама қазынаны ішіне бүгіп жатыр десеңізші. Мысалы, ғалымдар Мысыр пирамидаларының замандасы деп таныған Үштоғай квадраты мен Торғай свастикасы қазір әлем назарын өзіне аударып тұр. Құс ұшатын биіктіктен ғана көрінетін бұл беймәлім белгілер ескі өркениеттің қалдығы ма? Әлде бізге әлі де ашылмаған өзге цивилизацияның өрнегі ме? 2015 жылы әлемнің ең үздік 10 жаңалығының қатарына еніп, 6 құрлықты таңдай қақтырған иероглифтердің сырын анықтау мамандардың еншісінде. Түбегейлі дәлел болмаса да, түрлі долбар ғана қазір қолымызда. Ғалымдардан сұрағым мәді, Алматыдан неден, бұл не деп. Олар жердің несіне байланысты тектоникалық қозғалысы дей ма, енді мысалы жер сілкіну бірдеңе болады ғой. Солардың несімен, бірақ мынаның кереметі симметрия, бұрыштары, жаңағы шеңберлердің иілген жері, жаңағы арасындағы жаңағы қашықтықтары, барлығы да симметрия. Иә, бұл өрнектер ішкі туризмді дамытуға айтарлықтай үлесін қосары анық. Свастиканың магнитті маңайына туристер тартса, Үрпек ауылының да үкілеген үміті ақталары сөзсіз. Арманым болған, Торғайды бір көру деген бір. Енді қарасам, не топ Торғайды емес, Торғайдың бүкіл өңірін көріп отырмын ғой.
Қаншама жерлерді көріп жатырмын. Бұрын білмегендерін біліп жатырмын. Білмегендерімді біліп, көрмегендерімді көріп, естімегендерімді естіп жатырмын. Торғай сапарынан бірталай жер көрдік, қуат алдық, көп нәрсе білдік, көп нәрсеге үйрендік. Қазақта айтады ғой, мың естігенше бір рет көр деп. Сол бір рет көргеніміз, өте қуаныштымыз. Әуелде Торғай өзенінің атауы Сауық екен. Ықылымда Торғай даласын қалмақтар мекен еткен көрінеді. Кейбір зерттеушілер Торғай сөзінің шығу тегін осы қалмақ тілінен аударғанда төргі үй деген мағынаны береді деп есептеуінің астары осында жатыр. Кейін келе қазақ баһадүрлері ұлтарақтай жерді де жауға таптатпаймыз деп осы өлкені дұшпаннан азат етіпті. Содан қалмақ ауып жерден көтеріледі. Көшерінде солар айтты деген мынадай бір сөз бар. Қара суы бал татыған, ақ шабағы май татыған Торғай ай. Иә, ұлы даладағы суы бал татыған, шабағы май татыған өзендердің бірі Ұлы Жыланшық. Ұлытаудан бастау алып Торғайдың ақ көліне барып құяды. Ұзындығы 426 шақырым. Экотуризмді дамытуға таптыртпайтын жер. Бай мемлекет қой. Бізде мұнай да бар, уран да бар. Біздің ең нағыз байлығым табиғат қой. Осы табиғатты өркендесе, осы табиғатқа туризм бағытса, туристер келсе, сонда біздің халқымыз жақсаратын еді. Біз өзіміздің табиғатымызды пайдалана алмаймыз да. Оны пайдалану керек. Бұл дегенде былай айтқанда жерде жатқан ақша ғой. Ақша демекші, ел ішінде демалған адам алдымен қаражатын үнемдейді. Екіншіден виза, сақтандыру дегенге бас қатырмайды. Ал экотуризм үшін еліміздің табиғаты таптырмайтын мекен. Дәл осы тұстан ат шаптырым жерде атаңызға айналған керемет бір жер бар. Табиғаттың Торғай даласына қиып берген бір ақ моншақ іспетті. Көздің жауын алады. Біз қазір Қостанай облысы Жангелдин ауданы Ақкөл елді мекенінен солтүстікке қарай 12 шақырым жерде орналасқан Айғожаның қара тұзындамыз. Бұл жердің көлемі 9,7 шаршы шақырым. Ғалымдардың зерттеуінше, мына жерде 40 миллион тонна тұздың қоры бар деседі. Емдік қасиеті бар дейді мына сулардың. Жанға да, тәнге де дауа. Тіпті суына секірсеңіз, батпайсыз да. Бұл жерде 2007 жылға дейін тұз өндірілген. Қазір тоқтап тұр. Десе де жергілікті халық әлі күнге дейін күнделікті тұрмыста ет, май тұздауға қолданып келеді. Соңғы кезде қара тұздың түрлі дертке шипалық қасиеті жайлы да көп айтылып жүр. Бұл түрлі жаңағы тері аурулары, жаңағы тыныс жолдары аурулары, бронхы, астма, жаңағы сондай ауруларға емдік қасиеті бар. Оның сыртында басқа да жаңағындай буын ауыратын ауруларға осы тұздың, балшығының жаңағы пайдасы бар. Бұрын бұны жаңағы ас тұзына пайдаланған Екатерина патшаның тұсында осы Айғожаның қара тұзының тұз өнімдерін алып, түйенің керуенімен сол патша сарайына осы арағын тұзын тасыған көрінеді. Дәмі мұхиттың суынан да ащы. Татып көрсеңіз таң қаласыз. Тіпті қара батпағының өзінің шипалық қасиеті жайлы әңгіме желде есіп тұр. Атағы жер жарған тұзды өлкені қазір сырттан іздеп келушілер де көбейген. Өмірімде бірінші рет осындай тұзды көрдім. Әсеріміз тамаша. Бұл жердің енді
суын тұзын алып лабораториялық анализға өткіздік. Шипасын клиникалық деңгейде соны зерттеп көрсек деп отырмыз. Бұрын Совет үкіметі кезінде зерттеліпті дейді. Қазір оның қорытындылары кімде екенін білмейміз. Иә, тұзды алқап әлі талай зерттеуді қажет ететіні анық. Ең бастысы, жер ананың баға жетпес сыйын өндіреміз деп жүріп, сөндіріп алмасақ болды. Мың километрден артықтай тұрып қалдық. Бүкіл мынау үрпек, Жуаншыққа дейін, Жуаншықтың өзенінің бойымен Торғайға дейін жеттік қой. Бүкіл зиялы жерлерді көрдік, көркем табиғатын көрдік өзіміздің еліміздің. Бұл экспедицияның ережесі де мақсаты да Торғай даласын, флора фаунасын, экотуризмін және сакралды қасиетті нысандарды және де жануарларын көру, тамашалау сәті түсті. Өте ерекше, жалпы бүкіл әлемде жоқ деуге болады, аналығы жоқ киіктерді көрдім. Өте әсер алып қуанып жатыр. Қазақ жерінде тас дәуірінен бері сақталған, тіпті мамонттардың замандасы саналатын ақбөкендер нағыз дала еркелері іспетті. Тас дәуірінде ақбөкендер батыс Еуропаға дейін тараған. Қазір тек Қазақстан, Монғолия, Қалмақ автономиясында ғана сақталып қалды. Ал бар бөкендердің 90%-ы Қазақстанда өмір сүреді. Атап айтқанда мұнда олардың бір-бірінен жеке дара бөлінген 3 тобы мекендейді. Олар Бетпақтала, Үстірт және Орал топтары. Мұндағы киіктер нағыз қазақстандық түр болып саналады. Және басқалардан дене бітімінің ірілігімен ерекшеленеді. Бөкендердің бір күндік миграциясы 30-40, ал жылдық миграциясы 3-4 мың шақырымға дейін жетеді. Негізі Торғай өңірі бірінші рет келіп отырмын. Осы облыс аймағына әдемі жерлер, дала, өзіміздің қорғалжын жеріндей. Жер таныс. Біз енді өзіміз далада жүргесін, даладан анамыз ғой. Керемет жер екен. Киік көрдік, құлан көрдік. Иә, ескі заманда Торғай атырабында үйір-үйір құлан жортқан деген сөз бар ел аузында. Бүгінде сол аңыз шынға айналғандай. 2017 жылы Алтын Емелден арнайы 9 құлан әкелінген еді. Мақсаты осы жазық далаға жерсіндіру. Болашақта арқа төсінде жабайы құланның дүбірін көбейте түсу жоспарда бар дейді жергілікті қоршаған орта жанашырлары. Неге шетелде, ақш-та, Европада аң, балық көп. Ол жақта бірінші пайдаланушы халық. Оны бірінші халық пайдалану керек. Бұдан халық табыс көру керек. Халық табыс көрсе, сонда халық оны өзі қорғайды, өзі өндіріс жасайды осымен. Сонда халық қызығын көрсе, табысын көрсе, ол халық бұл жерден браконьерлерді, ұрыларды өздері қуып шығады. Сонда бұның бәрі сақталанады да, бұның бәрі біздің ұрпақтарымызға қалады. Торғай даласын мекендейтін түрлі жануарлардың бірегейі жабайы шошқалар. Ежелгі түрік тілінде доңғыз немесе лағзым деген атауға ие төс тағысын халқымыз қара киік деп те атаған. Қабанның көзі нашар көреді, бірақ бұл сізге еркінсінуге еш себеп емес. Құдай қабанның көзін әлсіз жаратқанымен ес сезу қабілетін жоғарылатқан. Ол бөгде есті шамамен 400 қадамдай жерден сезіп қояды. Жүре берсеңіз көре бересіз. Өйткені ен далада қызыл кітапқа енген аң құстың түрі жетерлік. Табиғаты да, тарихы да бай. Көпшілік кие тұтатын орындар да баршылық. Ел назарын аударатын мазарлардың бірі Айырғымда орналасқан Дуан Атам. Бұл жердің ертеде ескі атауы
мешіт болған деседі. Медреседе бала оқытқан. Кеңес одағы кезінде мешіт құлатылып, сол арадан айырғын бөлімшесін құрған. Мына арада енді осы төбе қаралардың зираттары, сол қорым, есік қорымы. Мынау кесене Дуана атамы дейді халықта. Оның нақты дерек, дәлелі кім екен, Дуана деген қандай адам болғаны, ол туралы дерек жоқ. Біреулер айтады мешітте бала оқытқан қожа дейді, біреулер қараның адам дейді. Қандай адам болса да бұл кісі жаңағындай сондай атақты, ауқатты адам болуға тиісті, өйткені тегін адамға мынандай не салынбайды. Аңызға сүйенсек, Жыланшық өзені бойында ордалы жыландар көп болып, адамдар мен малдарға зиянын тигізген. Сол ордалы жыланды осы Дуана қожа дұға оқып байлаған деседі. Совет үкіметі кезінде археологтар зерттеу жасаған болса керек, осындай көптеген тамдарды ашыпты. Соның бірі осы Дуана атам. Екі бөлмеден тұрады мазардың өзі. Сол ашық жатқан күнде біз көргенбіз. Лақабының іші кірпіштен, шикі кірпіштен қаланған, өріп жасалған шет-шеті былай. Оның бір ерекшелігі, тағы бір ерекшелігі фундаменті, былайша айтқанда іргетасы. Терең адам бойындай қылып па қазып, жаңағы өгіз бе екен, сол кездегі қандай жаңағы құрылысқа жарайтын құрал болған екен, солмен таптап қамыспен жасалған. Осының бір ерекшелігі осында. Енді сол замандағы адамдардың архитектура құрылыс саласында қандай мықты болған екен, осы құрылыс нысанынан көруге болады. Дуана атаға қатысты нақты тарихи деректер жоқтың қасы. Яғни, болашақта зерттеп зерделеу тарихшылардың еншісіндегі іс. Тылсым торғайға тур қатысушылары өзара достасып, тез тіл табысып кетті. Кәнігі саяхатшылар әуесқой туристермен өз тәжірибелерін бөлісіп отырды. Кездескен адамдармен танысып, қауышып, әркім өз өңірін, байлықтарын айтып, танысып, дос болып жатырмыз. Жаңадан бір-бірімізге жолдас тауып жатырмыз. Дәл осы Торғай жеріндегі талай тарихи жағдайларды ауызша естіп жатырмыз. Гид-сопроводительдер өздерін айтып болған сөздерінен кейін қолдарымызға кітап ұстатып жатыр. Негізі қарап отырсаң, ішкі туризм осыған қарап шамалы тәй-тәй басып жатыр деп ойлаймын. Жан рахатына бөлейтін табиғат аясындағы демалыс рухани жалғасында тауып отырды. Қазақ елінің түкпір-түкпірінен келген жолаушылар өз өнерлерін ортаға салудан аянып қалған жоқ. Торғайдың жігіттері бөлек екен, батырлаша тұратын иықтарың. Аман келді атамның ұрпақтарын, отырсыңдар осы жерге жиып бәрін. Не деген Торғайдала Қостанайым, көзім тоймас ғашықты сүйіктедің. Манағы тарих жердің бәрін көрдім, құламайтын құдіретті биіктедің. Өзеніңнен балға аулап бір шаттаным, осының бәрін қойға түйіп көрдім. Даланың сұлулығына мәңгі айналған, санымен арта берсін киіктерің. Қайлайлайлым, ай, қайлайлым бей. Етене ыстық, жаныма бәрі, жүректегі шоқ жалын алады. Қазақылықтың оригиналы Торғай жақтағы ауыл адамы. Қысқанда жанды құсамың бөгеп, баптадың елім, тұсадың бөлек. Тәнімді терең Торғайға жуып, күш алып алам құшағыңа кеп. Бүктісе берме, бүктесе көңіл, бәрі дөңалар, бітпесе өмір. Бүкпесі шындық түбі шығар деп, мойнымнан мұңды жүк түседі бір. Осында тудым, далам өседі, ескегін заман сараң еседі. Біз жақта мүлдем ағаш өспейді, Торғайда текті адам өседі. Біздің ауыл кетпеннің, етегінден ерте шықсам ауылыңа, жетемін бес арбидай. Сағындым халықтан даусыңды, ақтамақтан немін тек, бір ескетсең айнал соқтап ауылыңнан, кетемін
бесар дейді сағындым қалқам даусыңды есіктің алды қарағай қалқаның мөлдір жанарай қалқата еске түскенідей жүрегім от боп көңілім шоқ боп жанадай есіктің алды табығайың басыңда тұрмас бағдайым қалқата еске түскендей сағынып сонда сар бидай әнге салған Торғай таңы атып келеді. Айнала мүлгіген тыныштық, айнадай көл, аққу мен үйректер жүзіп жүр. Бұл Ақкөл ауылының маңы. Осыдан 2-3 шақырым жерде Ахметтің әкесі Байтұрсынның қыстағы Сартөбек орналасқан. Міне дәл сол жерде Алаштың ардақтысы Ахаңның Ахмет Байтұрсыновтың кіндік қаны тамған. Осы байтақ далада Ахметтің балалық шағы өтті. Әкесі Байтұрсынның сүйегі осы жерде жатыр. Саманнан құйып салынған мазар жылдар өте жел мен жауыннан мүжіліп, мүшкіл халге түскен. Қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізілмесе, жермен жексен болудың аз-ақ алдында. Бұл қорымнан сәл әріректе Ахмет туған Қараша үй тұр. Қазір мемлекет қарауына алынып, кейінгі ұрпаққа мұра боларлық киелі орындар тізіміне енген. Адамдық диқаншысы қырға шықтым. Көлі жоқ, көгалы жоқ, қорға шықтым. Тұқымын адамдықтың шаштым, ектім, көңілін көгертпекке құл халықтың. Ахаң осылай деген еді. Ұлы мекеннен түлеп ұшқан ұлт жанашыры 1872 жылы 5 қыркүйекте міне осы шаңырақта дүние есігін ашты. Иесі болмаса да киесі бар үй Ахмет ақталған жылдары іргетасынан қайта тұрғызылып қалпына келтірілді. Қара шаңырақ неге бос тұр демеңіз. Ахаңның жеке заттары аудан орталығында музейде сақтаулы. Ағартушы, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін қалаған ғалым, ұлттық жазудың реформаторы Ахаң білімге ден қойып, оза шабатынын жастайынан-ақ аңғартқан еді. 13 жасында әкесінен жетім қалғаннан кейін ана тәрбиесін теуіп, мұсылманша білім алғаннан кейін қазақ даласына тұңғыш білім нәрін сепкен Ыбырай Алтынсарин 1864 жылға ашқан мектепке 2 класстық орыс қазақ училищінде оқығандығын жақсы білеміз. Одан кейінгі білім жолдарын Ахмет Байтұрсынов Орынбордағы бастауыш мектептің мұғалімдердің семинарын бітіріп, міне елге келгеннен Қостанайда, Ырғызда, Қарқаралда ұстаздық қызмет атқарғанда. Ол елім деген ер болды. Ал ерін бағалаған ел әрдайым асыл ұлына жүрегінің төрінен орын береді. Оның саусағының табы қалған әр затты қастерлейді. Осының дәлелі Торғайдағы Ахаң Жақаң музейінде ұлт ұстазының қолданған жеке заттары күні бүгінге дейін сол қалпы сақталып тұр. 1991 жылы мұражай ашыларда Ахмет атамыздың заттары келген болатығын, оның бірі серванты, жезлегені, журнал үстөлі, айнасы, шифонері, ағаш креслосы болса, ең соңғы экспонаты жаңағы сағат болып келеді. Елім деп еміреніп, жерім деп тебіреніп, алмағайып заманда алты алаштың айбынына айналып, мұңын мұңдап, жоғын жоқтады Ахмет атамыз. Осы қастерлі жолда алып саясаттың құрбаны болды. Әйтсе де, ұлы тұлға ұрпағының жадында мәңгі сақталады. Оның есімі қазақ деген халық барда ұлтмен бірге жасай бермек. Осы Торғай Expeditions мен өзі алғашқы экспедициям.
Бұл экспедиция алған әсерім өте күшті. Торғай экспедициясына осы ұйымдастырушы Амандық ағама рахмет айтам. Және де осы жерде туып өскен үлкен ағаларыма, Батыр ағама және Жомарт ағама үлкен рахметін айтам. Келбетін ақындарым жырғып болған, кетті ғой сабындайын сырғып қолдан. Дәл содан мүйіш шықса бұл торғайым, кезінде өзгеде кіндік болған деген еді, Қоныспай әбіл. Иә, 7 көшемен қала, 60 көшемен село, 40 көшемен ауыл болған торғай бұл. Содан бері не көрмеді десеңізші. Кезінде атақты қолмерген Кейкі батырдың басын жау қолынан қаза тапқан жалаулының бойынан осында алып келіп, қарапайым халықты қорқытып үркіту үшін 10 күндей іліп қойған. Осындай қанды оқиғалардың куәсі болған орталыққа бертін келе әруақтарға құрметінің белгісі есебінде Амангелді Иманов бастаған ұлт азаттық көтерілістің бірнеше сарбазын да қайта жерлеген. Тарихты әріден қозғасақ, Торғай жері талай тектіні тербеткен тал бесік. Осындай ірі тұлғалардың бірегейі Өтейұлы Оспан Қожа. 1862 жылы Торғай уезінің Қызбел ауылының Шобан бөлімшесінде дүниеге келген. Дархан далаға ислам дінін таратушылардың бірі. Халықты жинап, алдағы болатын табиғат дүлейлері мен қуаңшылық, молшылық кезеңдерін кітап көтеру арқылы жеткізіп отырған көріпкел әулие. Ол діни сауаттылықты халқына жеткізу үшін өз қаражатына Сарықопа болысынан мешіт салып, медресе ашқан. 1928 жылы дүниеден озып, өзі салдырған мешіттің қасында жерленді. Ол қазіргі таңда Оспан Қожа қорымы деп аталады. Осыдан бірнеше шақырым жерде Алаш арысы Міржақып Дулатовтың туған жері Бидайық ауылы орналасқан. Кезінде дүркіреген мекен бүгінде тоқыраған. Ардақты ердің сүйегі екінші рет осында келініп жерленген. Сәл кейінге шегінсек, 1928 жылдың аяғында бір топ қазақ оқығандары тұтқынға алынды. Олардың ішінде Міржақып та бар болатын. 1930 жылы ОГПУ коллегиясының үкімі бойынша алғашында ату жазасына кесіліп, кейін бұл үкім 10 жыл абақты жазасымен алмастырылды. 1935 жылы қазанның 5 күні Ақтеңіз Балтық каналының бойындағы Сосновец стансасында лагердің лазаретінде ауыр науқастан қайтыс болады. 92 жылы қыркүйекте осы кісінің әке болса Бидайық ауылына жерледі атамызды. Ол кісіні енді мынау жаңағы кезінде күткен адамдар, күтуші түбі келеді осы кісіні іздеп деп. Жайда емес, іздейтіні бар, өзі қазақ іздейді, табат депті қазағы. Міне, Алланың берген бір несі шығар, қазағымыз тауып, бұл кісіні елге кеп, жерлеп, сөйтті. Дулатұлының қылмысты ісін жан-жақты тексере келіп, Қазақ КСР-ның прокуроры 1988 жылғы қазанның 27 күні тиісінше наразылық білдірді де, Республика жоғарғы сотының коллегиясы сол жолға қарашаның 4-інде оның ардақты есімін бір жолы ақтады. Оның шығармашылығы өз алдына бір төбе. Оян қазақ деп атойлаған асыл ердің бақытсыз жамалы қазақ әдебиетінде көркем прозалық үлгіде жазылған тұңғыш роман еді. Есіл ердің еңбегі ұрпақ жадында, есімі ел есінде. Айтпақшы, Міржақыптың әдебиеттегі бүркеншек аты Мадияр екенін білетін шығарсыз. Иә, руы Мадияр болғаннан шығар деген ойыңыз әбден жөнге келеді. Бұл арғынның ішіндегі мадиярлар. Айта кетейік, Еуропаның қақ ортасында қазақтарды өздерінің жақын туыстары ретінде көретін адамдар мекендейді. Олар венгр құлдары. 8 ғасырда Қотан ханның басқаруымен Қыпшақ тайпаларының бір бөлігі Қазақстаннан Венгрияға келіп, Еуропаның ортасына мекен құрады. Олар аймақтың дамуына және сыртқы жаулармен күресуіне айтарлықтай өз үлесін қосты. 2007 жылы қазақтардың дүниежүзілік қауымдастығының құрамына кірді. Халықтарымыз арасындағы рухани байланыстардың тағы бір айғағы ретінде
өздерін мадияр санайтын венгрлер Торғай даласында тұратын мадияр атты қазақ руының өкілдерін тікелей туысқандары санайтынын айтып өткен жөн. 2007 жылы ішінде азғантай құрылтай өткіздік. О жақтың азаматтары келді. Сонда бір қазақ пен мажар елдің арасында бір белгі болсын, естелік болсын деп өздері сондай шешім қабылдап, осы көрнекті мажар елінің ағаш өнері жасап, ол ағашта өзі әртүрлі ой өрнектер бар. Сол өзі бір рухани бір тәрбиелік маңызы бар, қарым-қатынас болады деп, сонда бір белгі ретінде қойған. Біз енді бәйтерек дейміз ғой. Бұл белгі Қызбел ауылында бой түзеген. Венгр ғалымдарының пікірінше, бір тұтас мадияр халқы 9 ғасырда 2 топқа бөлініпті. Оның бір бөлігі қазіргі Венгрия аумағына көшсе, екінші бөлігі Орал тауының етектеріндегі тарихи отандарында қалыпты. Мажар мадиярлары мен біздің торғайлық мадиярлар арасындағы туысқандықты антропологиялық және генетикалық зерттеу жолымен венгр ғалымы Андраш Биро дәлелдеді. Торғай өлкесінің табиғатына жат бұл құбылыс құмкешу құмдарын ерекшете түседі. Құдды бір шөл дала дерсіз. Кезінде Торғай өңірінде Тетис деген мұхит болғанмыз. Ақшағыл құм соның қалдығы да болуы ғажап емес дейді өлке танушылар. Құм көшкен сайын оның астынан көне заманның бұйымдары шығып жатады әлі күнге дейін. Табиғаттың ерекше сыйын жергілікті тұрғындар құр жібермей, туристерді тартудың амалын жасап жатыр. Құмның ортасына киіз үй құрып, шөлдеген жолаушыға қымыз ұсынып, қазақы ауылдың иісін аңқытып қойыпты. Болашақта Құдай қаласа этнол құрғымыз келіп отырсың. Киіз үйлерді көбейтіп, этнол қылып, мына жерде алтыбақан құрып, сондай қазақи не балаларға еще ойнайтын алаң жасаймыз ба дегенбіз. Мына жақ көгал, міне көріп тұрсыздар, сол көгалға өзіміз бие ұстап, Құдай қаласа қымызды өзіміз өндіреміз дедік. Торғайдың қара топырағымен келе жатып, тау-тау болып көшіп жатқан сары құмды көргенде Сахараның бархандарына тап болғандай болады жолаушылар. Қазақ осы қазақилығынан, өзінің ауылынан, елден айырылмау керек. Салтын, дәстүрін сақтау керек. Біз қаншама ұлтқа ереміз, солардың қатарына кіреміз дегенмен біздің бәрібір өзіміз жеңетін жеріміз сол қазақ иісіміз шығып тұру керек. Атаңызға айналған құмкешу құмдарының жасырған тарихы жетерлік. Қасиетті өлке қазба жұмыстарына сұранып-ақ тұр. Карантин бізге ішкі туризмді дамытып, туған жердің тұмса табиғатының тәтті жерлерін айшықтап берді. Енді осыны шетелдік туристерге дәмдетіп ұсынсақ болды. Бірнеше күнге созылған Торғай даласындағы экспедицияда өз мәресіне жақындады. Бастан өткерген қызықтарды таңды таңғырып айта берсе боларлықтай, том-том кітапқа жүк болатындай-ақ. Қорытынды күні саяхатшылар Батпаққара өңіріне ислам дінінің дәнін себушілердің бірі Сатыбалды Ишанның басына келіп Құран бағыштады. Жолаушылар жолай аты көпке мәлім Құтан әулиенің басына соғып, алыс-алыс жолға шығар алдында ақ жол тілеп аттанды. Одан әрі күллі қазаққа аты мәлім Кейкі Көкембайұлының басына келіп, ат тізгінін тартты. Бала кезімде осы Кейкі Батыр жайлы бір қысқаша әңгімені оқып, содан қатты әсер алып, осы кісінің ерлігіне тәнті болып, өмірінің қиыншылықтарына жаңа кішкене қиналып бір. Сондай есімде қалған бір кітап еді сол кітап. Енді өткенде осы сапарға шығардың алдында сол кісіге барамыз деген уақытта мен қуандым іштей. Бала кезімдегі бір адамның бір кумирі дейтін сияқты ғой. Осы сондай кісі екен. Енді бүгін басына келіп, Құран бағыштап. Батыр бабаның басынан қуат алып алған жолаушылар әрқайсысы өз атамекендеріне қарай аттанып кетті. Бірнеше күннің ауыртпалығын бір адамдай көтеріп, үздіксіз жүріске шыдас берген саяхат серілері Торғай сапарын
талай жыл ұмытпайтыны анық. Бұл алдағы ұлы істердің бастамасы ғана. Елім деген ерлер әлі талай турды ұйымдастырып, әлі талай туристке жол көрсетері сөзсіз. Ақ қармен көмкерілген қысқы мекенмен жазғы тұрым кең дала ерекше құлпыра түседі. Болашақтағы жоспарда тұрған осы екі сапар Тылсым Торғайдың бұл жолы саяхатшыларымыз бармаған түрлі жерлерін қамтымақ. Бұл экспедиция Тылсым Торғай деп аталса, ендігі кезеңдер Текті Торғай мен Қысы қатал Қарт Торғай деген атауларға ие. Аты Торғай болғанымен төсінен тек қырандар ұшқан текті мекен, алыстан 6 жасар бала келсе де, әрдайым құшақ жайып қарсы алатыны ақиқат.